вареный сгущенкадан жасалынатын өте дәмді карамельный сметанник пирогын жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді және қазіргі таңдарда мастер-класста сатылып жүрген пирогтардың бірі. Сіздер тегін алыңыздар. Ең алдымен холодильниктен алынған 82% майымыздың үстіне жұмыртқа қантымызды қосатын боламыз. Вилкамен немесе венчикпен араластырып, онымен қопсытқышты салып, жақсылап, қолға жабыспайтын қамыр илеп, холодильникке 10 минутқа тындырамыз. Майымыз 82%-тен аз болмауы керек. Одан кейін 20% қаймағымызды алып, үстіне вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламын. Пропорциясын описаниеге қалдыратын боламын. Үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап 2-3 минут жақсылап араласқанша араластырамыз. Қамырымызды алып формамызға саламыз. Менде 24 диаметрлік форма. Вилкамен тесіп алып, қамырымызға жаңағы салмамызды құйып 180 градус пеште 25-30 минутта пісіреміз. Піскенін ағаш шпажкамен тексересіздер. Одан кейін суытып қойып, холодильникке тағы да 1 сағатқа салып алсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.